Audi 80. 80-90 жылдары бәсекеге қабілетті болу үшін автомобиль қандай болу керек еді? Сенімді, сапалы және сізге ұзақ жылдар бойы қызмет ете алатын деңгейде болу керек еді. Сол керемет заманда шыққан көліктердің бірі Audi 80, немесе халық арасында Audi бочка деп айтып жатамыз. Әр күн сайын ыстық пен суық, қар мен жаңбыр, тегіс немесе ауыл арасы жолдары, бұл көлік сізді жолда қалдырмайтын еді. Өзің жөндеп алатын немесе эксплуатацияда қымбат емес бұл көлік талай аға буындарымыздың жүрегінен орын тапты. 10 жылдықтар ауысып жатыр, сән мен мода өзгеруде, трендтер ауысуда, адамдар өзгеруде. Тіпті Назарбаевтың өзі кетті. Бірақ бір нәрсе ғана өзгермейді. Бұл Audi бочка. Осы заманда шыққан автомобильдер жүре береді. Жарайды достар, осымен лирикам тоқтатып іске көшейін. Сіздермен бірге Abzik Motors. Ендеше кеттік. Толықтай цинкталған кузов. Бұл жаңа Audi 80. Бұл көліктің егелері автомобильді ұзақ жылдар бойы айдау үшін Audi компаниясы барлық темір детальдарын цинкталған болат листтарынан жасайды. Цинкталған темірдің коррозияға қарсы қорғанысы екі себеппен түсіндіріледі. Біріншіден, цинк металға қарағанда 5-10 есе коррозияға шыдамды болып келеді. Яғни цинк қабаты кеткенше көлік қаңқасы аман қалады деген сөз. Екіншіден, ол электролиттік процесс. Ол не деп сұрасаңыз, мысалы көліктің кузовы белгілі бір нәрседен сырылып қалды. Мысалы тас тиіп кетті делік. Жарақат орнына жиналған судан цинк пен металл элементтері гальваникалық қорғаныс қабатын өндіреді. Эксперттер бұл процесті цинктің өз-өзін өндіруі деп атайды. Себебі металдың басынан бір тал шаш түспес үшін Audi 80-нің кузов платформасы бүтін қылып жасауды көзделінеді. Сол себепті коррозиядан сақтану үшін Audi инженерлері ешқандай тігіс немесе қабаттап бекітуді ысырып тастайды. Бірақ бұл цинкталған кузов корпустарын біріктіру және келтіру жұмыстары ерекше көзқарас пен күтімді қажет етеді. Су немесе тұз біріккен жерлерге жабысып қалмау үшін қосылыстар бірінші жабыстырылып, одан кейін қосымша PVH герметигімен қорғалады. Коррозияға бейім жерлер, мысалы доңғалақ аркалары немесе есік тіреулері ыстық воскпен өңделеді. Және соңғысы, ол Audi'дің керемет лак бояуы. Бұл тек қана әдемі көрініс қана емес. Ең бірінші этапта цинкталған ақ түсті кузов майсыздандырылып тазартылады. Одан кейін фосфат цинк қоспасымен өңделеді. Ол бояудың бастапқы негізгі қабаты болып табылады. Электрлі грунт себу процестері аяқталған соң майда тастардан қорғануға тағы бір қосымша қабатпен қапталады. Бұл жасалып жатқан жұмыстың барлығы тек бір ғана мақсатпен жасалды. Audi егелері көлікті ұзақ жылдар бойы бас қатырмай жүргізсе деген сеніммен. Жаңа Audi бояуына 5 жыл лак және 10 жыл коррозиядан кепілдік беріледі. Quattro және Torsen системасы. Quattro. Бұл тағы бір қауіпсіз қозғалыстың формуласы. Практика жүзінде бұл система қандай көзқарас береді? Ең бірінші артықшылық ол тарту күші екі оське де бірдей қалыпта және бірдей күшпен берілуі. Тарту күшінің бұндай берілуі дөңгелектің буксыз айналуына кепілдік береді және жолда өзін сенімді ұстауға мүмкіншіліктерін арттырады. Екіншіден, Audi үнемі жолмен тығыз байланыста болғандықтан автомобильдің курстық тұрақтылығы мен бұрылыстарға еркін кіруіне септігін тигізеді. Ал үшінші артықшылығы, Quattro системасы бар Audi ешқашан жаман жолда тығылып қалмайды. Әрине, Қазақстанның жолдарына бұл үлкен артықшылық болып саналады. Болмай бара жатқан жағдайда жай ғана дифференциалды бұғаттау системасын қосасыз. Автомобиль тосқауылдан шығып, жылдамдығы 20 км/сағатқа жеткенде, система автоматты түрде өз жұмысын тоқтатады. Және соңғы төртінші артықшылық ол сіздің жаңа шиналарыңыздың ұзақ уақытқа жарауы
Себебі Audi жолмен әр уақытта тығыз байланыста және букс деген нәрсені ұмытасыз. Бұл нәрсенің барлығына жаңа торсын дифференциалының қандай қатысы бар? Торсын бұл толық жетектің нағыз жүрегі болып саналады. Ол тарту күшін алдыңғы және артқы дөңгелектерге бір қалыпты бөліп отырады. Ол екі жұмысты бірдей атқара алады. Алдында айтып кеткенімдей, ол тарту күшін 50-50 дөңгелектерге бөліп отырады. Бірақ жолдағы түрлі жағдай туындағанда ол өз жұмысын басқаша жасайды. Автомобильдің биікке көтерілуі немесе төмен қарай қозғалғанда, система автоматты түрде алдыңғы немесе артқы осьті бұғаттайды. Жүргізуші бұндай жағдайларда басын ауыртпайды. Audi сіз үшін барлығын жасап қойған. Достар, бүгін біз ағаларымыздың сүйікті автомобильдерінің бірі Audi 80 жайлы әңгіме қылдық. Жалпы осындай видеолар тағы да шыға берсін десеңіздер, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырамыз. Егер тағы да осындай видеоларды көргілеріңіз келсе, өз ойларыңызды комментарийға жазып кетуді сұранамын. Сіздермен бірге болған Abzik Motors. Сау!